Білім мекемелерінің басшылары енді қарамағындағы қызметкерлердің құқық бұзушылықтары үшін жауапқа тартылады. Әсіресе бұл білім беру саласына қатысты дейді мамандар. Себебі 2017 жылы аймақта білім саласында 15 сыбайлас жемқорлық сипатындағы қылмыс орын алған. Салалар арасындағы алғашқы үштікке еніп отыр. 2018 жылы саладағы профилактикалық шаралардың нәтижесінде қылмыстар 40%-ға төмендеп 9 қылмыс орын алған. Дегенмен соңғы жылдары білім беру саласы сыбайлас жемқорлыққа бейім салалардың алғашқы бестігінен түспей отыр. Осыған байланысты өткен жылдың желтоқсан айында аймағымызда Ақмешіт адалдық алаңы жобалық кеңсесі ашылып, биыл өз жұмысын бастады. Жобалық кеңсе қызметінің негізгі бағыттарының бірі түрлі салаларда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларын жүргізу. Осыған орай Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті Ақмешіт адалдық алаңы жобалық кеңсесімен бірлесе отырып, білім саласының қызметкерлерімен кездесу өткізді. Кездесу барысында қызылордалық білім беру ұйымдарының басшылары қарамағындағы қызметкерлерінің құқық бұзушылықтары үшін жекелей жауапкершілікке тартылуы жөнінде келісімге қол қойылып, облыстық білім басқармасына қарасты барлық колледждер мен мектептердің басшылары қатысқан кездесуде білім саласындағы сыбайлас жемқорлық тәуелдіктері жан-жақты талқыланды. Жобада жалпы 8 саланы басымдық ретінде алып отыр. Яғни бұл республика көлемінде жемқорлыққа бейім, жемқорлыққа көп орын алған салаларды осы да басымдық ретінде алып отыр. Оның ішінде денсаулық саласы, білім саласы, осы сыбайлас жемқорлықпен күрестегі жауапкершілігін арттыру мақсатында арнайы жеке жауапкершілік жөнінде шектеуге қол қою рәсімі өтті. Яғни олар өздерінің ұжымында жалпы сыбайлас жемқорлыққа жол бермеуге және оның қарамағындағы қызметкерлерге де орын алған жағдайда олардың да жауапкершілікке тартылатын жөнінде міндет қойылып отыр. Және өздерінің ұйымдарының ашықтығын қамтамасыз ету, бақ өкілдеріне, үкімет емес ұйымдарға ашықтық принципін сақтау және өздеріне жыл сайын жаңағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізіп отыру, ішкі талдау жүргізіп отыру жөнінде міндет бар. Және ұжымда қолайлы жағдай жасау, кадрларды іріктеген кезде тамыр-таныстыққа емес, жалпы олардың сапасына, біліміне, біліктілігіне қарап және осы командалық нені жою бағытында осындай шектеулер қабылдап отыр.